Тақиялы періште оқиғасы бізде әр қашан актуалды. Ал дәл қазір Алматы қаласында 30-дан асып әлі үйленбеген жігіт жайлы оқиға таспалануда. Картинаның атауы «Почти мачо». Басты рөлді сомдайтын ордалық Дастан Оразбеков. Менің кейіпкерім жақсы жігіт. Қой аузына шөп алмайтын, жып-жуас. Шынымен енді басында әйел адамзатына көңілі қалған жігіт деп айтсақ болады. Өйткені 25-інде кәдімгідей лақтырып кеткен болу керек. Содан не керек? 33-інде ғана қыз дейді ғой. 8 жыл қыздарға көңілі қалып қалған. Бұл туындының жанры романтикалық комедия. Айта кетейік, түсірілімдер басталмай тұрып, актерлық құрамда біраз өзгерістер болған. Негізі бізде алдында басты рөлге келіскен актерларымыз бар еді. Жанар Дугалова және де Жандос Айбасов. Бірақ бір орысша айтқанда форс-мажорный обстоятельство болып қалды. Жандоста ол алдында бір келісіліп қойған проекті артқа шегерілген еді. Бірақ кейін дәл сол проект уақытында басталады болғандықтан біздің проекттің амалсыздан бас тартуға мәжбүр болды. Ал Жанар Дугалова болса басқа актермен ойнағысы келмеген болар. Дегенмен әншінің орнына әріптесі әрі кешьюдің алтын құрамында болған Кәмшат келіскен. Кинодағы басты кейіпкер, оның характеріне келетін болсақ, психологиялық тұрғыдан да барлық жағынан өзіне сенімді, нақты тұрақты, аяғында тұрақты тұрған кейіпкер. Байқасаңыздар, рөлдерде тек танымал актерлар. Бұл түсірілім тобының мүмкіндіктері барлығына да жеткен сияқты. Тіпті фильмнің сценарийі де Дубайда жазылған. Жарайды, олар да күлкімен үйлену мәселесін қозғады ғой. Комедия жазатындардың барлығы жақсы ақша табады емес пе? Мысалға Ақтөбеден өздеріңізге белгілі Құралай Нарбекова бар, Корич Групп. Қызылорда қаласының тумасы Нұрлан Қоянбаевтың өзінің продакшны бар, Қазтелепродукт. Тараз қаласының тумасы Нұртас Адамбайды өздеріңіз білесіздер, Нұртас Продакшн бар. Енді Шымкент қаласынан бізге осы киноиндустрия саласына қосылған тағы да бір продакшн, Мандарин Pictures. Шымкенттің намысын қорғаймын деп отырған Алмас сөзінің соңын былай аяқтады. Өздеріңіз білесіздер, шымкенттіктер бір істі бастаса, соңына дейін жеткізеді. Абайлаңыз, мақтаған қыз тойда острый движение жасайды деген сөз бар. Жарайды, жұмыстарыңызға сәттілік. Ақпан айында Тосын сыйға толы фильмнің тұсаукесерінде жүздескенше.